Қыздар, бүгін біз повесканың екінші түрін үйренеміз. Яғни ол үшін тоже кішкене бөлігін жіптен қалдырып, жібімізді қолымызға ұстап 20 бас ілмек аламыз. Қалыңдығын өздеріңіз көріңіздер. Енінші, егер 20 бас емес, одан аздау болады десеңіздер, сол да жетеді. Мен қазір көремін 18 немесе 20 бас ілмек аламын. Міне, сіздерге басынан бір көрсетіп жіберейін. Жібіміздің бір ұшы бар, және мына мотоктан шығып жатқан ұшы бар. Мотоктан шығып жатқан ұшын сұқ саусаққа ілеміз. Мынау бас жағын бас бармаққа ілеміз. Сөйтіп, екі жіпті үш саусағымызбен ұстаймыз. Спицамызды екеуін біріктіріп ұстап аламыз. Содан соң сұқ саусақпен бас бармақтың ортасындағы жіпті ішке қарай тартып, бас бармақтағы жіптің астымен сұқ саусақтағы жіпті іліп аламыз да, қайтадан бас бармақтың астымен шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті босатып, астынан тартамыз. Бірінші алған кезде осылай екі ілмек алынады, қалған ілмектер біртіндеп алынады. Міне, уже келесіде бас бармақтың астымен кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, тартамыз. Осылай 20 бас ілмек аламыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Менде мына жіп кішкене қалыңдау. Сол себепті 18 алсам екен. Мен 20 ала берейінші. Көктемге негізі жұқалау жіптермен істеген жақсы. Мынау кішкене мендегі жіп қалың. Бірақ сонда да тоқып жатырмын. Міне, бір спицамызды шығарып аламыз. Содан соң, мына бізде қалған бөлігі тұра береді, оны кейін жасырып тастаймыз. Ал мынаны сұқ саусағымызға іліп, бұлай ұстап аламыз да тоқимыз. Бірінші қатар іліп аламыз. Бірінші ілмекті, екіншісін оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Осылай бір оң, бір теріспен тоқимыз бірінші қатарды. Біз қазір английский узормен тоқитын болғандықтан екінші қатар басқаша болады. Бір оң, бір теріс. Осылай соңына дейін тоқимыз. Бірінші ілмек міндетті түрде іліп алынады. Екінші ілмек, соңғы ілмек міндетті түрде теріс тоқылады. Мына қараңыздар, мен теріс тоқыдым, енді оң тоқым керек еді соңғы ілмекті. Бірақ бізде ол жиек болғандықтан теріс тоқылады. Екінші қатарда бетеміз. Бірінші ілмек іліп аламыз. Екінші ілмек оң тоқимыз. Теріс ілмекті тоқымаймыз, жай ғана жібімізді спицаның үстіне қойып, іліп аламыз. Тоқымай, екі ілмек қылып іліп аламыз. Түсініңіздер ғой, міне. Оңды тоқыдым, әшейін жіпті ілдім. Сосын, теріс ілмекті тоже іліп алдым. Мына жерде екеу болып кетті. Міне. Енді оң тоқимыз. Оң ілмектерді тоқимыз. Теріс ілмекті жай ғана іліп аламыз. Оң тоқимыз, іліп аламыз. Жіппен бірге іліп алған кезде мына жерде екі ілмек болып жатыр. Оң, іліп аламыз. Оң, іліп аламыз.
осылай соңына дейін тоқимыз. Теріс ілмектерді әшейін жіппен бірге іліп аламыз. Оң ілмектерді тоқимыз. Іліп аламыз. Және мына жерде тоже ең соңғы ілмек оң тоқылу керек, бірақ біз теріс тоқимыз. Бізде жиегіміз біркелкі әдемі болып шығу үшін солай теріс тоқимыз. Енді келесі қатарда дәл жаңағыдай оңды оң, терісті теріс тоқимыз. Мысалы, мына жерде іліп алған ілмегіміз мына жақта оң болып тұр. Оң тоқимыз. Теріс. Мына екі ілмекті бірге оң тоқимыз. Оң, теріс. Екі ілмекті бірге оң тоқимыз. Және теріс тоқимыз. Бұл английский узор. Сол кезде мына қараңыздар. Бізде оң ілмектер ісініп, әдемі көтеріліп тұрып өрілетін болады. Тоқылатын болады английский узорда. Жалпы бұл узор туралы, мысалға, қазір мен жылдам көрсетіп жатырған болсам, онда менің YouTube каналымда осы тек бір узорға арналған сабақ бар. Именно английский узорын үйреткенше, сол сабақты көріп, асықпай түсініп алсаңыздар болады. Анау айтқандай қиындау жоқ. Бірінші қатарда оң мен теріс жая тоқылады. Екінші қатарда оң тоқылады, теріске бас қосып алынады. Үшінші қатарда қайтадан оң теріс тоқылады. Жаңа бас қосып алған ілмегімізді оң қылып тоқимыз. Міне. Енді қайтадан бас қосып аламыз. Оң тоқимыз. Бас қосып аламыз. Теріс ілмекті тоқымай ілмек қосып аламыз ғой. Оң тоқимыз. Ілмек қосып алдық. Жіппен оң. Осылай барлық керек өзіміздің ұзындыққа дейін тоқитын боламыз. Біздің бас өлшеміне қарай бізде қанша сантиметр тоқитынымызды білетін боласыздар. Міне келесі қатар енді іліп аламыз. Екі ілмекті бірге оң тоқимыз. Теріс ілмекті теріс тоқимыз. Екі ілмекті бірге оң тоқимыз. Теріс. Бағана біз теріс іліп алған ілмегіміз мына оң бетінде оң ілмектер болып ауысады. Сол себепті түсінбей шатасып жүрмеңіздер. Екі ілмекті қатар тоқып жатырмын, жаңа іліп алған ілмектерімізді ше. Бізде бас айналымы, мысалға мен қазір 4-5 жасқа тоқимын ба, әлде қаз көреміз. Может, 1-2 жастағы қызға тоқитын шығармын. Ұзындығынша бас айналымын. Сіздерге мына жерге кесте қоямын. Қанша жаста, қанша сантиметр ұзындық тоқу керек. Мысалға, бізде қазір 35 сантиметр керек болса, ұзындығы баланың бас айналымы 35 сантиметр болатын болса, сіздер 25-28 сантиметр ұзындық тоқисыздар. Сол кезде бұл созылған кезде 35 болу керек. Егер сізде созылмайтын жіп болса, мысалға менде мынау қатты созылмайтын жіп. Алдыңғы повязканың түрін тоққандағы жібім ол өте қатты созылатын еді. Мынау өте қатты созылмайды, кішкене ғана созылады. Сол себепті мен бұны тоқып көремін 25-28 сантиметр. Егер ол кезде жаңа 35 сантиметрге жетпейтін болса созылғаны, онда мен 35 сантиметрге дейін тоқимын. Сіздер де сондай керек ұзындықтарыңызға дейін тоқисыздар. Енді жіп бәрібір созылады кішкене. Жоқ дегенде, мысалға, сіздің тоқитын бас айналымыңызға 5 сантиметр жеткізбей тоқисыздар.
Осылай тоқып кете бересіздер өзіңізге қажетті мөлшерге дейін. Содан соң сіздерге қалай аяқтау керек және қалай үстіне бантик қою керек екенін көрсетемін. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Керек ұзындыққа дейін. Сосын жалғастырамыз. Міне мен қыздар тоқыдым. 43 сантиметр болды, қателеспесем. Қазір бір өлшеп жіберейік. Иә. 43 сантиметр болды. Яғни мен бұны 4 жас аралығында қызға тоқып жатырмын. Басының айналымы 50-52 сантиметр. Сол себептен мен 43 сантиметр тоқыдым. Қалғанын 10 сантиметр созылуымен ақ жетеді. Енді біз мынаны бекітеміз. Басын бекітіп, сосын ары қарай қалған жартысын көрсететін боламын. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Екіншісін оң тоқимыз. Үстіндегісін өткізіп шығарып жібереміз. Міне, келесі ілмек теріс тұр ғой. Енді оны теріс тоқимыз. Теріс тоқимыз. Мына бірінші ілмекті осының үстінен шығарамыз. Міне, оң. Бірінші ілмекті осының үстінен өткізіп шығарып аламыз. Терісті теріс тоқимыз. Ілмекті үстінен шығарамыз. Осылай біз төбесін жабамыз. Содан соң сіздерге үстіне бантикті қалай тігу керек, оны қалай жасаймыз, соны көрсетемін. Егер қосымша жіптеріңіз болса, үйде кішкентай моток болсын, ол үлкен керек емес, кішкентай ғана бантикті басқа түстен жасасаңыздар болады. Ал егер жоқ болса, онда осы өзіңіз тоқып атқан жіптің түсінен жасай беріңіз. Ол қатты бүйтіп рөл ойнамайды. Просто жаңағыдай дизайндарыңызға, өздеріңіздің киетін киімдеріңізге кішкене подсвет қылу үшін солай не істесе болады. Енді мен қазір ақ цветтен бантик жасаймын. Себебі кішкене ақ енді кез келген киіммен киіп кете береді ғой. Сол үшін мысалға бұл повязканың цветіндей киім болмаса да, сол бантиктің цветімен бірге киіп кете береді. Міне бітіп қалдым. Енді қазір бантикті бөлек кішкентай листочек қылып тоқып аламыз. Соны тоқығаннан кейін не істейміз? Барлығын біріктіріп жасайтын боламыз. Міне, кішкене жіпті бұлай қалдырамыз. Содан соң қиып аламыз. Яғни бұл жерде біз тігу үшін кішкене бір 10-15 сантиметрдей қалдырамыз жіпті. Себебі бұны қазір түбінен қиып тастап, сосын тігу үшін бөлек тағы жіп жалғап жүрмей, осылай қиып тастасаңыздар болады. Мына кішкене қалдырдым мен. Бұны біздің тоқымаға арналған инемізбен жалғаймыз. Мынау дәу ине, өткендегідей темір ине болса, жаңағыдай жіптеріңізді былай қойып, былай екелеп тұрып кіргізесіздер. Ал енді мынау өзі тесігі дәу ине болғандықтан мен ондай қылмай кәдімгідей кіргізе салдым. Қараңыздар, бізде оң жағы теріс жағы бар. Мынау оң жағы. Міне, узорымыз ісініп әдемі болып тұр. Ал мына теріс жағы жай ғана қарапайым оң сол. Міне, көрдіңіздер ме? Былай қараңыздар и былай қараңыздар. Енді біз осы оң жағын ішіне қаратамыз да, теріс жағынан
тигеміз. Себебі біздегі мына нелер шорт дейді ғой, жаңағы тіккеніміз көрінбеу керек. Сол себепті ішінен оң жағын ішіне қаратып қойып тігеміз да. Сол кезде қазір тіккен кездегі біздің мынау қалатын теріс бөлігі көрініп жаман болып тұрмайды. Осыны тігіп аламыз. Міндетті түрде мына үстіндегі нелер бар ғой, бидай сияқты өрілген жерлер. Сондаймен тігіңіздер, сол кезде әдемі болып тұрады. Мына осылай тігіп, осы соңына дейін тігеміз. Содан соң сіздерге бантиктің бөлігін тігуді көрсетемін. Міне мен соңына дейін бекітіп біттім. Мына жағы мынандай болды. Енді қараңыздар. Бұл осылай тұрады. Қазір біз бантикті тоқимыз. Бантик тоқу үшін біз 14 ilmek іліп аламыз спицамызға. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 іліп алдық. Енді спицамыздың біреуін шығарып тоқимыз. Қараңыздар, бізде мына жерде мына беті теріс болып тұр, мына жерін көріп тұрсыздар ғой. Ал мына жағы оң, міне өріліп әдемі болып тұр. Енді біз қазір теріс жағынан бастайтын болғандықтан бірінші қатарымызды теріс тоқимыз. Міне бірінші ilmегімізді іліп аламыз. Бірінші ilmегімізді іліп аламыз. Сосын теріс тоқимыз келесі ilmектерді. Барлығын. Себебі бізде қазір осы жерін оң тоқып кетсек, осы қатарды бірінші қатарды. Біздің мына жердегі жиегіміз теріс болып көрініп тұрады. Бантигіміздің бір шеті теріс, бір шеті оң болып жүр. Сол үшін бұл теріс жағы болғандықтан теріс ilmekтерден бастап жатырмыз. Мына теріс тоқыдық. Енді екінші қатарды біз оң тоқимыз. Себебі бұл біздің жаңа бантик шығатын қатарымыз. Міне қараңыздар, оң болып, міне әдемі болып шығады. Жаңа біз теріс тоққан кезде мына астыңғы жағы теріс болып тұратын еді. Міне бірінші ilmекті іліп аламыз, қалған ilmектерді оң тоқимыз. Теріс жағын теріс, оң бетін оң тоқып аламыз. Шамамен бір 10 сантиметрдей тоқимыз. Содан соң өлшеп көреміз дағы. Егер бізге келетіндей болып жатса, онда сол 10 сантиметрлік немен тоқтаймыз. Немесе одан сәл ұзындау қыламыз. Мына қараңыздар, бізде тоқылды, әдемі болып тоқылып жатыр. Енді мен қазір 10 сантиметр тоқып сіздерге көрсететін боламын. Ескертетін жайт, қыздар, бірінші және соңғы ilmектерді міндетті түрде бірінші ilmекті іліп аламыз, соңғы ilmекті теріс тоқимыз. Мына жағына қарап тоққан кезде де мына жағы бірінші ilmекті іліп аламыз, соңғы ilmекті теріс тоқимыз. Себебі біздің жиегіміз мынандай тегіс әдемі шығу керек. Міне біз бантигіміздің кішкентай бөлігін тоқыдық. Яғни бұны өлшеп көреміз. Енді қателеспесем 11 или 12 сантиметр болды. Міне 11 сантиметр болды. Бұл менің неме жеткілікті.
ортадан қалған кезде, былай қысқан кезде нормально. Негізі менің кішкене мына жерде жібім қалың болғандықтан мына ені қатты дәу болып тұр. Егер сіздерде де осындай болса, онда мына жаңа бантиктің несін бөлігін 14 ілмек емес 20 ілмек қылсаңыздар болады. Міне көрдіңіздер ғой, оң жағын оң тоққанда осындай өріліп әдемі зор шықты, арты теріс. Қараңыздар, енді сіздерде де мынандай иретіліп қалу мүмкін. Ол нәрсеге уайымдамаңыздар. Бұны тоқылған бұйымыңыз біткеннен кейін бір жуып, одан үстіне марлы қойып тұрып, үтіктің буымен бір үтіктеп жіберсеңіздер, мына жегінің барлығы кәдімгі түзу болып, әдемі болып қалады. Егер бұл ұнамайды десеңіздер, қазір мен тағы бір методты көрсетемін. Сол бойынша жасап көрсеңіздер болады. Бірінші біз немізді бір аяқтаймыз. Кешегідей біреуін іліп алып тоқып, үстінен өткіземіз, тоқимыз, артындағы ілмекті үстінен өткіземіз. Осылай соңына дейін жасаймыз. Соңғысын теріс тоқимыз және үстіне шығарамыз. Енді міне қысқартып біттік. Бұл немізді, жібімізді қиямыз. Кішкене бөлігін қалдырып қойып, кейін артықтарын жасырып тастаймыз. Міне біз повескамызды алдық. Енді бұны бірінші тігіп аламыз. Міне ортасынан өткізіп, теңдей қылып тігіп аламыздар. Кішкене әдемі жиырылу үшін қазір біз бұны тартамыз. Жерде бұлай тұр. Осылай. Жырлатындай қылып келтіріп тігіп аласыздар ғой. Бастаған кездегі қажет болып қалуы мүмкін бізге. Міне осылай тарттық, жақсылап тартамыз. Тағы бір рет жүргізіп тігіп жіберсеңіздер болады. Себебі жақсы ұстау үшін бір жағынан кішкене жақсы жиырылуы үшін де қажет. Мына көрдіңіздер, бізде повязка осылай әдемі болып шықты. Енді осы жерге біз повязкамызды қоямыз. 11 сантиметр не ортасы, міне аралық.
екіні бітсек те болады. Теңдей бүктедік. Ортасынан жай ғана әр екі ілмектен алып былай тіксеңіздер де болады. Сол кезде теңдей болып қайырлатын болады. Осылай тіктік. Мына жерде қазір артық жіптердің бәрін кетіріп тастаймыз. Астында повязкамызға айналдырып, тағы бір екі рет тігіп жібереміз. Ортасынан болғаннан кейін кішкене қалың енем сыймай жатыр. Енді осы жерден шығарамыз да, қалған жіптеріңіз болса, басындағы соны, ол болмаса, өзіңіздің қолыңыздағы жіпті айналдырып, осы жерден жақсылап байлаймыз. Жай ғана айналдырамыз. Жақсылап бірінші ортасын тігіп алдық, өзін мынаны ирелектетіп, одан кейін оны повязкаға жалғап бір тіктік. Енді оны айналдырып, осылай ортасын байлаймыз. Айналдырған соң арт жағынан аламыз да. Күрчек болса күрчекпен, күрчек болмаса жай ғана спицамен немесе инемен жаңағыдай осылай іліп аламыз да. Астынан іліп алған соң ортасына өткіземіз. Түйін жасаймыз. Кішкене біреуі кішкентайлау болып қалды. Бірінші ілмек және екінші. Екі жіпті осылай өткізіп, мына осылай тағы іліп аламыз. Мына осылай астынан өткізіп алып, іліп байлаймыз. Содан соң артық жіптерін қиып тастаймыз. Енді мына жерде біз артық жібімізді жасырамыз. Ол үшін күрчекті былай айналдырып өткіземіз. Осыны инемен бірінші жіпті инеге өткізіп алып, солай жасырсаңыздар да болады. Немесе осылай күрчекке айналдырып жасырсаңыздар да болады. Міне ілмек күрчекті жиегіне айналдырып отырып, былай тартамыз. Сол кезде
Міне біздің жібіміз жасырғаны көрінбей қалды. Осылай тоқыған соң бұны артынан кіргізіп, жағынан осы жерден былай артына қарай өткізіп жібереміз де, тартылып қалмасын жағы. Кішкене босатып арт жағынан қиямыз. Тартқан кезде мына жіптеріңіз жасырылатын болады. Міне, енді екінші жағында дәл солай. Мына жіптерің, мынандай жиектеріңіз кішкене ширатылып, не істеп жатса, көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер. Себебі бұны жуып бір үтіктеп алғаннан кейін мына ширатылып тұрған несі басылады. Осылай жиегінен тура жиегіндегі ілмектер қалай тоқылып тұр, дәл солай тоқсаңыздар білінбей кетеді. Міне. Жаңында артынан қиып жібереміз. Біздің повязкамыз дайын. Енді болған тоже тастар қойып, немесе тағы үстіне сәндеп жасасаңыздар болады. Мына жерде ортасында жібін кішкене қалыңдау болсаңыздар да болады. Бөлек жіп орап ше. Жалпы осындай біздің повязкамыз дайын. Мына жерде қараңыздар қыздар, көп қыздарда мынандай жиектері қатты бет оралып қалуы мүмкін ше былай. Соған уайымдамаңыздар, жуған бір жуып жібересіздер, жуғаннан кейін үстіне марля қойып, үтіктің буымен ғана бір-екі парт еткен кезде мынаның барлығы жатады, және ширатылып тұрмайды, және мына узорларыңыз жуғаннан кейін ісініп, әдемі болып, жұмсақ болып көтеріліп тұрады. Міне осылай біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.